Қайырлы күн, сіздер білесіздер, барлық қолма-қол есеп айырысулар және солармен қоса карточка арқылы есеп айырысулардың барлығы түгел кассалық аппарат арқылы көрініс табуы керек. Сол кассовый аппарат демекші, бүгінгі таңда нарықта кассовый аппараттың түрлері өте көп. Бұрынғы өзіміздің көзіміз үйренген ақ кассовый аппараттар бар, одан кейін соңғы уақытта шыққан телефонға орнатылуға келетін, компьютерға, планшетке орнатуға келетін қосымша ретіндегі кассовый аппараттар бар. Бүгінгі видеода мен сол кассовый аппараттардың ішіндегі бүгінгі таңдағы ең қолжетімді, ең қолайлы бір кассовый аппарат Рекасса туралы айтпақшымын. Яғни Рекасса кассалық аппараты ол тегін. Оны қолданғаныңыз үшін сіз ешқандай төлем төлемейсіз, тегін пайдаланасыз. Тек қана сіздердің төлейтіндеріңіз ол жаңағы оператор фискальных данных дейді, болмаса ОФД дейді. Сол ОФД-ның ай сайынғы абоненттік төлемі. ОФД-да бізде Қазақстанда екі түрлі жаңағы оператор фискальных данных бар. Қазақтелеком және екіншісі Транстелеком. Қазақтелекомның ай сайынғы жаңағы төлемі 1500 теңге тұрады. Ал Транстелекомдікі бар жоғы 1400 теңге. Яғни Транстелеком 100 теңгеге болса да арзанырақ болады, және Транстелекомның тағы да бір ұтымды тұсы, егер де сіз кассалық аппаратты пайдаланбаған ай болатын болса, ол айда жаңағы 1400 теңгені төлемесеңіздер болады. Енді мен қазір осы видеоның соңында сіздерге сол кассалық аппаратты телефонға қалай орнатуға болатындығы жайында видео нұсқаулық көрсетпекшімін. Және сіздердің естеріңізге сала кетейін, ол Рекассаны тек қана телефонға ғана емес, планшетке, компьютерға орнатуға болады. Және ол кассалық аппарат үнемі сіздің қасыңызда жүреді, қолайлы қолдануға. Олай болса мархабат, біз сіздерге енді жаңағы телефонға қалай орнатылу керек, сол жайындағы видеоға қарай ауысайық. Телефонымызға кірдік. Мұны жоғары жақтағы іздейтін жолға Рекасса деп жазамыз. Мына кез келген біреуін таңдай салсаңыз болады. Мысалы, міне Рекасса таңдадық. Міне бізде мына тұрған міне Рекассамыз мынау міне. Мына жанындағы жүктеу деген батырманы басасыздар. Сол арқылы Рекассаны телефонымызға жүктейміз. Қайтадан қайталап айтам, Рекассаны қолданғаныңыз үшін сіз ешқандай абоненттік төлем төлемейсіз. Ай сайынғы сіздің барлық төлейтініңіз ол ОФД-ға төленетін жаңағы олардың абонентский төлемдері. Қараңыздар, міне жүктелді, Open дегенді бастым. Мен қазір Рекассаның ішіне кірдім. Разрешите. Мынау міне Рекассаның бастапқы беті. Жоғары жағындағы IP demo деп тұрған ол жаңа қолды жаттықтыруға арналған бөлімі. Мысалы, осы бөлімі басып, осы бетте жаңа қолыңызды жаттықтырсаңыз болады. Жарайды, біз қол жаттықтырмаймыз, бірден қалай жұмыс істеуге болады сол жайында көрсетеміз. Қараңыздар, мен жоғары жағында тұрған үш сызықты көріп тұрсыз ғой, міне. Осыған барасыз да басасыз. Бірінші тұрған, міне жақылдап тұрған кассы деген көріп тұрсыздар, міне. Осыған басасыздар. Назар аударып қарасаңыздар, міне жерде екі кассалық аппарат тұр. Біреуін алып тастайын қазір. Міне бір кассалық аппарат тұр. Мен сіздерге қазір жаңадан кассаны қалай қосады сол жайын соны көрсетейін. Қараңыздар, плюс новая касса дегенді көріп тұрсыз ғой, міне осыған басасыздар. Название кассы, кассаңызды қалай атайсыз, соны жазасыз. Мүмкін сізде бірнеше кассалық аппарат болатын болса, бірнеше не болатын болса, онда әрқайсысының атын, мысалы, касса 1, касса 2, касса 3 деп қойсаңыз болады. Болмаса негізгі касса деп жазсаңыз болады. Болмаса ипіңіздің атын жазсаңыз болады. Яғни өзіңіздің көңіліңіз қандай атты қалайды, соны жазасыз. Бірақ символ 40 орыннан аспау керек міне. Мен мысалы айталық основная касса деген жазайын. Яғни негізгі касса. Окей. Міне қараңыздар, біз жаңа новая основная кассаны қостық. Ары қарай біз не істейміз? Аламыз да мына активировать деген бөлімін басамыз. Сол кезде бізде келесідей бет шығады. Міне мынау. Мына ЗНМ деп тұрған заводской номер машины деген сөз, заводской номер кассовый аппарата, мына қасында тұрған міне мынау номері соның. Біз осы номерді мынау арқылы көшіріп алу керекпіз. Басып қалдық. Заводской нөмір көшірілді. Енді бұл заводской нөмірді не істейміз дейтін болатын болсаңыздар, менде кассалық аппаратты салық органдарында тіркеу деген бөлек
видео нұсқаулық бар. Сол видео нұсқаулыққа кірсеңіздер, сол жерде мен ары қарай оны не істеу керек екендігін түсіндіремін. Мен оған тоқталмаймын, енді оны тіркеп тастағаннан кейін ары қарай не болады деген сұраққа жауап беретін боламын. Міне қазір мына екінші кассада көрсетейін сіздерге. Міне мынау алдында осы кассаны біз уже салық органында тіркеп қойғанбыз. Ары қарай біз не істейміз? Міне активировать деген бөліміне өтеміз, басамыз. Бізде міне өсіп тұрады. Мынау кассалық аппарат салық органында тіркелген. Тіркелген кезде сіздерде ID номер болады. Кассалық аппараттың. Осы жерге сол ID номер жазасыз. Сіздердің әрқайсыларыңыздың өздеріңіздікі. Менікін жазып қоймаңыздар. Токен деген жерге сіздердің өздеріңіз токендарыңыз болады. Бұлардың бәрін қалай алуға байланысты кассалық аппараты салық органында қалай тіркеу деген видео бар. Сол видеода мен барлығын түгел кеңінен баяндап түсіндірдім. Пин деген жерге өздеріңіз бір пин код ойлап табасыздар. Өздеріңіз ұмытып қалмайтын. Мен әлбетте 4-0 қоям. Бұл өте ұмытылмайтын пин код. Кассаны біз активировать еттік. Келесі қадам, қараңыздар, осы жерде бірден сізге түсіндіре салайын. Қараңыздар, автоматическое закрытие дегенді көріп тұрсыз ғой міне. Осыған басасыздар да, мына жерге қанат белгісін қоясыз. Мына жерге қай уақытта кассалық аппарат автомат түрде жабылу керек екенін, соны өзіңіз уақытын белгілейсіз. Мен мысалы 23:30 деп қоям, яғни күннің аяқталуы. Кассалық аппарат 24 сағаттан ұзақ уақыт жұмыс істеп тұруына болмайды. Яғни бұл енді мына кассалық аппарат күнде кешке жақын түнде 11:30-да түнгі автомат түрде өзі жабылып, өзі жаңағы гашение жасалынады. Міне мына жерде сохранить дегенді басам. Ары қарай мына жерде жоғары жағында тұрған енді ары қарай нету үшін сохранить деген батырманы басам. Менен пин код сұрап тұр. Мен бағана өзімнің орнатқан пин кодымды терем. Изменения успешно сохранены. Яғни мен кассалық аппаратымды тіркеп, жазып, ары қарай қолданысқа дайындап қойдым. Міне менде касса 1 деп тұр. Касса 1 бойынша енді ары қарай мен жұмыс істей беруіме болады. Ары қарай қалай жұмыс істеуге болатындығы жайында бөлек видео түсіріп көрсетемін. Сол видеоны жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып, инстаграмға тіркеліп алыңыздар.